Отбасында жанжал туған кезде ерімен қосып әйелінде 15 күнге қамау керек. Мәжіліс депутаты Жарқынбек Амантайұлы осындай мәлімдеме жасап, айдаспанға бір-ақ шығарды. Олыс медиа тілшісі сол видеоны жариялаған болатын. Сіздің заңда қарамаушы деген ұғым бар. Понятие провокация деген қоғамда заңда бар. Осы тұрғыдан әйел адамның да мойнына жауапкершілік қою керек. 15 күнге ер азаматты да оқшаулау орнына жабу керек па? Және кінәлі деп табылса, соның қасында әйелді де жеке жабу керек деп ойлаймын. Депутаттың мұндай даулы мәлімдемесі мәжіліс қабырғасында тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі талқыланып жатқанда айтылды. Отбасылық жанжал кезінде әйел адамды да қамау керек деген сөз айтыла сала, оның арты үлкен дауға ұласты. Алайда бүгін Жарқынбек Амантайұлы қоғам оның сөзін дұрыс түсінбеді деп ақталып шыға келді. Мен образын айттым, бір шара образын айтып отырмын да, мысал ретінде. Бір шара қолдану керек. Неге біз жаңағы бірыңғай ғана шара қолдана береміз? Бір жақты ғана қолдана береміз. Екеуіне де қолдану керек деген дүние айтып отырмын ғой. Мен пікір айттым. Мені сайлаған қауымның 50%-ы да ер азаматтар осы пікірді қолдап жатқан мен әлеуметтік желіде көріп отырмын. Сондықтан бұндай да пікір болу керек. Бұндай да пікір бар екенін біз білуіміз керек. Бірақ әйел адамды қатаң ер азаматпен бірдей жазалау мүмкін емес әрине. Оған қарсымын. Депутат Жарқынбек Амантайұлы осылайша еркектердің құқығын қорғағандай болып, терлеп тепшіп жатқанда, әріптесі Қарақат әбден басқарушы қызметтерде әйел адамдардың үлесі аз екенін айтып қалды. Оның сөзінше, қазір елде мұндай лауазымда отырған азаматшалардың көрсеткіші 6-7% ғана құрайды екен. Сондықтан депутат гендерлік теңдік орнату жолында тындырар тірлік көп деген ойда. Ал халықаралық ашық статистика индексінде Қазақстан әлемнің 146 елін қамтитын жаһандық гендерлік теңдік бойынша Оңтүстік Африка, Ямайка, Мозамбиктен кейінгі 62-ші орында тұр. Жалпы халқымыздың 50%-дан астам үлесін құрап отырған әйелдер неге басшылықта да 50% орынды алмайды деген заңды сұрақ туындайды. Көп ойланудың қажеті жоқ. Біз 30%-ға жетіп, 50%-ға ұмтылуымыз керек. Сіздің ойыңызша, жанжалдан кейін екеуінде қамап тастаған дұрыс па? Осы күні әйел басшылар Қазақстанда көп пе?